Барлығыңа салам, сендер мен Брейв. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте қорқынышты оқиғамды айтып беретін боламын. Ол қалай болғанын бәрін түсіндіре кетейін. Мен ұзақ жолда Заброшкаға ұзақ уақыт бойы жүріп келген болатынмын. Және де бір қорқынышты Заброшкаға да келіп жеттім. Заброшка сыртынан қарағанда да қорқынышты болды. Мен келгенде күн кеш болып келе жатырған еді. Бірақ әлі күн бата қойған жоқ. Мен онда қызық болатын шығар деп ойладым. Себебі мен бұрын соңды барған Заброшкаларда ешқандай қорқынышты оқиғалар мүлдем байқалмады. Осылайша мен Заброшканың ішіне де кірдім. Іші бастап кезде қараңғылау еді. Бірақ әлі де күн сәулесі түсіп тұрды. Мен осы кезде күн батқанға дейін Заброшкада жүріп, содан соң тез кетіп қалам деп ойладым. Бірақ менің ойлағаным болмады. Себебі Заброшканың өзінің іші өте үлкен болатын. Мен бірнеше бөлмелерді аралап, қарап шықтым. Солай ұзақ жүре отырып, түн болып кеткенін де білмей қалдым. Бөлменің іші қараңғы болды. Мен өзімнің фонаригімді жағып, бөлмелердің барлығын қарап, енді үйге кетейін деп жатырған кезімде мен адасып кеткен болатынмын. Әрі жүрдім, бері жүрдім, бөлмелер мені шатастырды. Сөйтіп мен ұзақ жүре отырып, алдымда бір жарқыраған сәуле көрдім. Мүмкін бұл есік шығар деп ойладым. Сосын мен алға қарай жүре бастаған кезде мен күтпеген жағдай болды. Сөйтіп мен әргі бөлмеге кірсем, бөлмеде бір қап-қара мақұлықты көрдім. Бұл не екенін басында білмедім. Ұзақ қарап тұрдым. Бірақ бұл мені қатты қорқытты. Мен қаша жөнелдім. Қашып барсам, бір лас жерге кезіктім. Бұл жер өте лас болатын. Мен жақсы деп бұл жерден де қашып жолды ұзақ уақыт бойы таба алмадым. Кенеттен менің алдымнан бұлар шықты. Мен бұрын бұлай ешқашанда қорықпап едім. Бұндай сүйектерді көргенде қорыққаным соншалық қаша жөнелдім. Қатты қашып, соңында бір жарық сәулені көрдім. Жарық кішкене түсіп тұрды. Бөлме қараңғы болатын. Сөйтіп мен терезені көріп, оны сындырып шықтым. Бірден босып, мен өзімнің көлігіме отырған сәтте менің алдымнан мынау шықты. Осылайша менің оқиғам аяқталды. Оқиғаның әрі қарай жалғасын көргілеріңіз келсе, осы видеоға 50 лайк жинап тастайық.